Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиеті оқу бағдарламасы өзара тіл қатысу арқылы тіл табысуға, түсінісуге үйрететін тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын қалыптастыратын коммуникативтік әдістері басшылыққа алынады. Айтылым ауызша вербалдық қарым-қатынас арқылы жүзеге асатын тілдік әрекеттің өнімді түрі. Оқу бағдарламасында белгіленген оқу мақсаттарында диалог, монолог құрастыру, өз ойын дәлелді жеткізу, мақсатты аудиторияға сай ауызша мәтін құрау дағдылары кіреді. Оқу бағдарламасында қамтылған айтылым дағдылары: сөздік қорының алуандылығы, сөз мәнері мен сөйлеу этикеті, орфоэпиялық нормаларды сақтау, мәтіннің негізгі аспектілерін анықтау және талқылау, сенімді және еркін жауап беру, визуалды материалдар арқылы тілді дамыту. Сөздер көп жағдайда мәтін алдында үйретіледі, немесе оқушы мәтінді оқып, сөздің мағынасын контекстіге қарап ажыратуды үйренеді. Сабақта жаңа сөздер үнемі тақтада жазылып тұруы қажет. Жаңа сөздің жанында оның қай сөз табына жататыны көрсетілуі керек. Синонимін, антонимін қатар көрсетуге болады. Ең бастысы, жаңа сөздер мәтіннің 3 кезеңінде де кездесіп отырғаны дұрыс. Сол кезде жаңа сөздер оқушылардың жадында сақталады. Сөздерді үйретудің әдіс-тәсілдерін екіге бөліп қарастыруға болады: визуалды тәсілдер және вербальды тәсілдер. Визуалды тәсілдерге сөздердің мағынасын түсіндіру үшін көмекші құралдарды, мимика мен жесті пайдалану жатады. Ал вербальды тәсілдерге сөздерді түсіндіру үшін жағдаятты қолдану, синонимдер мен антонимдерді, сөздердің анықтамаларын пайдалану әдістері кіреді. Сөздерді үйретудің тиімді әдісі ретінде таразылау әдісін қарастырып көрейік. Бұл әдіс бір-біріне мағыналары жуық сөздерді үйрету үшін өте ұтымды әдіс. Төмендегі мысалды қарастырсақ. Мысалы, ауа райына байланысты қоңыр салқын сөзін алып, мағынасы жақын сөздермен салыстырып көрейік. Аяз, суық, салқын, қоңыр салқын, жылы, ыссы, қайнап тұр. Коммуникативтік жағдаятқа байланысты адамдармен қарым-қатынасқа түсе білуді көздейді. Мысалы, кеңес беру, ұсыныс жасау, өтініш, талап ету, бұйрық беру. Тәсілі: коммуникативтік жағдаятқа қажетті сөздер үйретіледі. Кешіріңіз, өтінемін, ғафу етіңіз. Оқушыларға үлгі мәтін беріледі, не тыңдатылады. Оқушылар жағдаятты дұрыс түсіну үшін мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді. Мәтіннен іріктелген сөздерді дұрыс қолдану үшін практикалық жаттығулар беріледі. Оқушыларға осыған ұқсас басқа жағдаят ұсынылады. Олар сөз мәнері мен сөйлеу этикетін диалог түрінде көрсетеді. Әртүрлі жанрдағы мәтіндер мен көркем шығармамен жұмыс кезінде алуға болады. Оқушылар мәтінге сүйеніп өз ойын баяндайды, немесе қарапайым талдау жасайды. Мұғалім оқушылардың мәтін мазмұнын қаншалықты дұрыс түсінгенін бағалайды. Сенімді және еркін жауап беру мақсаты диалогте, полилогте сенімді сөйлеу дағдысын дамытуды көздейді. Оқушыларға үлгі мәтін беріледі, әсіресе аудио, видео материалдары. Мәтін мазмұнына байланысты сұрақтар қойылады. Оқушылардың түсінгенін тексереді. Қажетті сөздер үйретіледі. Оқушылар дайын диалог немесе талқылау сұрақтарын беріп, өзара диалог құруына жағдай жасалады. Визуалды материалдар арқылы тілді дамыту қарапайым суреттерден бастап өзге де графиктік мәтін негізінде оқушыларды ауызша сөйлету. Тәсілі: графиктік мәтінді суреттеуге не талдауға қажетті сөздерді үйретіледі. Практикалық жаттығулар арқылы үйретілген сөздерді белсендіреді. Оқушыларды графиктік мәтін бойынша не түсінгенін сұрақтар арқылы тексереді. Графиктік мәтінді ауызша сипаттау не талдау тапсырмасы ұсынылады. Мысалы, жеке, топта, жұбымен. Назарларыңызға рахмет.